Осыған орай қасіретті қаңтар оқиғалары бойынша аманат комиссиясының атқарған қызметі және болашақта осындай оқиғалардың алдын алуға бағытталған бірқатар өз ұсыныстарымды баяндасам. Жалпы аманат комиссиясы 2022 жылдың қаңтар айының 22-сінен бастап жыл аяғына дейін өз қызметін атқарып келді. Комиссия құрамы негізінен адвокаттар мен құқық қорғаушылардан тұрды. Сонымен қатар уәкілетті мемлекеттік органдардан өкілдер кірді. Тергеу изоляторларына кіруді, қылмыстық іс құжаттарымен танысуды жергілікті прокуратура органдары қамтамасыз етті. Біз қаңтар оқиғасына қатысушыларды шартты түрде 3 топқа бөліп қарастырдық. Біріншісі ұйымдастырушылар, екінші арандатушылар, үшіншісі арандап қалғандар. Яғни әу баста бейбіт митингі деп шығып, ұйымдастырушылар мен арандатушылардың айтағына еріп, әртүрлі сипаттағы құқық бұзушылық жасағандар. Негізгі адамдар санын осы үшінші топ құрады және біздің комиссия осы топпен мақсатты түрде жұмыс жасадық. Осы бір жыл уақыт ішінде өз басым және комиссия мүшелері басқа шаруаларға мойын бұрмастан тек қана қаңтар мәселесімен айналыстық. Енді атқарған істерімізге қысқаша ғана шолу жасап өтейін. Комиссия алғашқы жұмысын 24 қаңтар 2022 жылы Алматы қаласындағы тергеу изоляторларына кіріп, қамалғандардың жағдайымен жеке танысудан, іске қатысты мәліметтерді өз ауыздарынан естіп, олардың туыстарымен, адвокаттарымен, сонымен қатар елге белгілі қоғам қайраткерлерімен кездесіп, қалалық прокуратура арқылы қылмыстық іс материалдарымен танысудан бастаған болатын. Нәтижесінде комиссия бірінші күні ақ ондаған адамды қамаудан босатуға ықпал етті. Олар негізінен қаңтар оқиғасы кезінде алаңда жарақат алған азаматтар болатын. Ол жұмыс кейін Тараз, Талдықорған, Шымкент, Семей қалаларында өз жалғасын тауып, қылмыстық істер бойынша қамауға алынған 1600-дей адамның 600-ге жуығының бас шарасын өзгертуге тікелей ықпал еттік. Ол жағдай қоғам тарапынан оң бағасын алып, жалпы әділдікке деген, әділ тергеу болады деген елдің сенімін оятты деп айтуға толық негіз бар.